қымбатты көрермендер, Жастар театрының бүгін онлайн концертін тамашалауға сіздерге сәттілік тілейміз, өзімізге де сәттілік тілейміз. Әрине театр қазір онлайн режимде өзінің шығармашылығымен өз көрермендерін қауышып жатқан жайы бар. Енді әрине көрермендерді біз сахнада көруге асығамыз, оларды сағындық, көрерменнің шапалағы, көрерменнің қошеметі. Дегенмен қалыс қалмай қазір онлайн концерт актерларымыз, актрисаларымыз, өнер майталмандары сұхбат беріп, актерлар өзінің шығармашылығымен жеке түрде концерт беріп, бөлісіп жатқан жайы бар. Ендеше баршаңызға сәттілік. Кешіміз әуезді әнмен, жүрекке жетер әуен арқылы сырлы сезім сыйласын деп тілек білдіреміз. Бүгінгі концертіміздің басты себепкері Жастар театрының бұлбұл актрисасы, Шапағат медалінің иегері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының театр және кино мамандығының игеріп шыққан біздің театрымыздың актрисасы, Астана қаласы Қазақ ұлттық өнер университетінің вокал мамандығы бойынша магистратураны тәмамдаған және де Қытай Халық Республикасының Шанхай консерваториясында білімін ұштап келген Алтынай Нұрбек актриса қарындасымыз. Алтынайдың шығармашылық кеші деп қабылдайық. Ендеше Алтынай алдарыңызда ән салады. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгінгі онлайн концертке қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Алдымен бүгінгі концерттің өзімді таныстыра кетсем, мен Алтынай Нұрбек, Жастар театрының актрисасымын. Бүгінгі кешімді музыкалық жағынан сүйемелдейтін, әрлейтін Нұрфат мырза және театрымыздың ең жас актрисасы Саида. Ал келесі бүгінгі сіздер өзімнің жүрек түкпірімдегі, жүрегімнің түбінде жатқан әуенмен сіздерді қоштастыруға мен толқып тұрмын. Үңілуге, жүрегімнің түбіндегі жатқан әнге, әуенге үңілуге шақырамын. Олай болса, концертімізді бастайық. Қыз жүрек операсынан жүректің ариясымен бастағым келіп тұр. Қабыл алыңыздар.
абайдың 175 жылдығы. Абай шығармалары мен абай туралы шығармалар кинода, сахнада қалай сахналанып келеді, қалай шығып келеді. Оның өміршеңдігі абайдың ұлылығының айғағы. Биыл елордада Жастар театрында Абай Тоғжан шығармасын алып, біздің көркемдік жетекші Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Нұрғанат Жақыпбайдың сахналауымен Құдай қаласа биыл шығады деген ниеттеміз. Енді Абай операсы туралы айтатын болсақ, Абай операсы Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің жазуымен 1944 жылы сахналанған екен. Абайдың 100 жылдығына. Сол Абай операсынан қазір Алтынайдың орындауында Ажардың ариясын тамашалайсыздар. Қабыл алыңыздар. қосылған көрермендерге, тыңдармандарға айтарымыз бар. Міне сіздердің алдарыңызда бүгін ән салып жатқан Жастар театрының бұлбұл актрисасы
Шапағат медалінің иегері Алтынай Нұрбек және сүйемелдеп отырған концертмейстер Жастар театрының жас актрисасы Максумова Саида. Енді әрине әр әншінің әлемдік классикадан орындауы, шығармалар орындауы, оның репертуарлық диапазонын көрсетеді және де талантын шыңдай түседі, өсіп өркендеуіне кеңдік беретін сондай шығармалардың бірін Алтынайдың да репертуарынан көруге болады, әлемдік классикалық шығармаларға кезек берейік. Олай болса, Йоган Штраус «Летучая мышь» операсынан әделедің куплеті «Мейн Хейр Маркус». Қабыл алыңыздар, Алтынайдың орындауында. Мен бір ауыз бір сөз айтқым келіп тұр. Өздеріңіз білесіздер, бізде қызмет жасап жүрген Жастар театрымыздағы актерлар мен актрисаларға 5 аспап болу керек деген міндеттерде талабымыз жоғары. Сол себептен де менің шығармаларым әртүрлі бағытта болады. Қабыл алыңыздар. Су ішіп алсам, рұқсат етіңіздер. Әрине, мұндай шығармаларды орындау оңай емес. Келесі шығарма Пуччинидің операсы Джанни Скики операсынан «О мио бамбино кар». Қабыл алыңыздар, Алтынайдың орындауында.
Әрине, құрметті көрермендер, тыңдармандар, бұндай шығармалар өте салмақты. Бір онлайн режимде бұндай шығармалармен бөлісу әрине біздің театр үшін де қиын, актер үшін де, әнші үшін де қиын. Дегенменен де құлақ түріп отырыңыздар. Келесі шығармамыз орыстың композиторы Александр Алябьевтің әйгілі шығармасы «Соловей». Қабыл алыңыздар. Бақшасында осындай бұлбұлдар сайрап тұра берсін. 18 ғасырдың шығармаларынан қаншама шығармаларды тыңдауға да болады әрине. Осындай шығармалар өміршең, өлмейді, әлемге әйгілі. Сондай шығармалардың бірі өзіміздің қазақтың маңдайына біткен композитор Кеңес Дүйсекеевтің «Туған жер» деген әнін қабыл алыңыздар. Әрине әр адамға өзінің туған жері ыстық. Алтынайдың үнімен «Туған жерге сағыныш». Негізі өмір ағымына байланысты өзім Қытай Халық Республикасында туып өскендіктен ата-анам әлпештеп ақ батасын беріп қазақ елімізге, жерімізге жіберген болатын. Талай жылдар осы өнермен сусындап, білім алып, қазір өнер арқалап жүрген жайымыз бар. Қазіргі орындалар әнімді
туралы ән. Бұл әннің тарихында менің құрбым Жұлдыз Бағдат қызы сонау алыста оқып жүріп әкесіне сағынғандықтан шығарған әні болатын. Барша әкелерге арнаймын, өз әкеме арнаймын, қабыл алыңыздар. Жол үстінде қала бердім, мен кеттім. Сотқа жүзіп жүрген шаңдай сергеттім. Оққандаймын жақсылығын өмірді, тапқандаймын Рахмет көп. Енді келесі орындалар әнімді ана туралы әнге кезек бермекпін. Өзім елге қайтпағалы белгілі себептерге байланысты 3-4 жылдар болып қапты. Анамды қатты сағынып жүрген. Сол себептен де бұл ән өз анама арнаймын, және де барша аналарға, аруларға арнаймын, қабыл алыңыздар. Анадай ұлы жан бар ма деген. Ананың зейінінде
репертуарында айта берсе ән көп. Алтынай кішкене тынығып алғанша бір ән салып береді. Алтынайдың форматына да келмейді. Лирика. Көттіріп қалқамын жеттім мен, жабырқап жүрген шақтарға. Өзіңді ертіп кеткім келеді-ай, армандай алыс шақтарға. Үйіме қайтам өкініп тынып, сүйем деуге бата алмай, төлеген болып бекініп тұрып, жайықты кешіп өте алмай. Үйіме қайтам өкініп тынып, сүйем деуге бата алмай, төлеген болып бекініп тұрып, жайықты кешіп өте алмай. 18 неткен ұяң жас еді, сырғақтай берем сырғақтай. Аяңдап жүріп алдыңда сенің, алдыңда тұр ғой үн қатпай. Үйіме қайтам өкініп тұрып, сүйем деуге бата алмай. Төлеген болып бекініп тұрып, жайықты кешіп өте алмай. Үйіме қайтам өкініп тынып, сүйем деуге бата алмай. Төлеген болып бекініп тұрып, жайықты кешіп өте алмай. Астындағы күнекей қызың, едің бе әлде гүл назың? Жырыма менің ұл астындағы, отырма енді жыр жазың. Үйіме қайтам өкініп тұрып, сүйем деуге бата алмай. Төлеген болып бекініп тұрып, жайықты кешіп өте алмай. Үйіме қайтам өкініп тынып, сүйем деуге бата алмай. Төлеген болып бекініп тұрып, жайықты кешіп өте алмай. Табылды досыңыздың әні «Күнекей қыз». Ал енді Алтынайдың кешіне қайта оралайық. Халық әндерінен бір сыр шертіп, Алтынай өзінің шығармашылығын өрнектей түссе. Нұрфат аға, кешіміздің қонағы бар еді. Кешіміздің қонағын ортаға шақырсақ. Алтынай арнайы шақырту жасап, кешіміздің қонағы біздің Жастар театрының директоры, мәдениет саласының үздігі, ерен еңбегінің иегері Жұматай. Қалыңыздар бірге. Қош келдіңіздер. Қайырлы кеш, құрметті біздің эфирдағы, тікелей эфирдағы достар. Сіздермен жүздескенімізге біз өте қуаныштымыз. Жастар театры қашанда сіздермен бірге. Елорда Жастар театры, енді театрдың тарихы жайында мен ойлаймын, әріптестерім бар айтып кетті деп. Қазіргі таңда театрдың мінекей жұмыс істеп жатқанына 14 жыл болды. 14 жылда міне 14 гран-приге ие болып отыр. Бұның ерекшелігі осындағы шәкірттердің бәрі бір ұстаздан тәлім алған балалар. Ұстазымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, профессор, академик, театрымыздың көркемдік жетекшісі, бас режиссері Нұрғанат Жақыпбаев. Яғни мен өзімде сол кісіден тәлім алған. Сосы қазіргі таңда көптеген актерларымыз шыққысы келіп отыр. Біздермен бірге болыңыздар. Сондықтан көп созбайық, біз жұмысқа көшейік. Халық әндерінен сыр шертеміз.
Көріскенше бәріміз онымен қоштаспаймыз. Әрине жаңа айтып өттік. Жастар театрының бұл актрисасы Алтынайдың бүгінгі кеші, бүгінгі онлайн концерті. Көпшілік ел Алтынайды шындады Латиф Хамидидің бұл әнімен таниды. Ендеше осы кешіміздің соңында баршаңызға бұл әнін жолдаймыз. Латиф Хамиди, бұл. театрымыздың бұл актрисасы Алтынай Нұрбек қошеметтеріңіз, және концертмейстер театрымыздың жас актрисасы Саида Максумова. Және де Нұрфат Вахитов мырза. Домбырада Ернар Нұртай. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Яғни алдағы уақытта сіздермен әлі де біз өзіміздің көптеген осы онлайн концертіміз арқылы сіздермен жүздесетін боламыз. Әрине, осылардың бәрін істеп отқан біздің театрымыздың өзіміздің актерлары мен режиссерлары мен актрисалары. Мінекей Саидамыздың өзі айта кететін болсақ актриса, бірақ кез келген аспапта біздің ойнай береді. Сондықтан
бір ғана Саида емес, біздің барша театрымыздың актерлары мен актрисалары бес аспапты жандар. Сондықтан сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. болыңыздар. Театр сахнада, көрермендер көрермен залда кездескенше аман болайық.